Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен күздік салат жабатын боламын. Капустадан күздік салат. Салатқа керекті барлық ингредиенттердің бәрін алдын ала жуып, тазалап, турап аламын. Капустаны осылай соломка қылып турадым, ұзыншақтап. Жақсылап турап алып, сәбізімді де ұзыншақ қылып, кәріс теркасынан өткізіп алдым. Сәбізді осылай теркадан өткізіп алыңыздар. Болгар қызыл бұрышын алдым. Оны да ұзыншақ қылып турап алдым. Барлық заттарымды алдын ала дайындап алдым. Пиязды міне осылай қылып турадым. Помидорымды да салатқа турағандай қылып жіңішкелеп осылай турап алдым. Енді үлкен ыдыс алып, капустамды үлкен ыдысқа салып, қолыммен осылай мыжып, капустаны кішкене жұмсартамын. Мыжғаннан кейін капуста өзінің көлемін кішірейтеді. Осылай қолдарыңызбен мыжыңыздар. Қатты капуста болса, кішкене жұмсарады. Жақсылап осылай мыжып аламыз капустаны. Енді осы капустаның үстіне барлық заттарды, барлық ингредиенттеріміздің бәрін қосамыз. Қосып болған соң лавр жапырағын қостым. Және домалақ қара горошкты қостым. Тұз салдым. Мен қазір 4 ас қасық тұз, 4 ас қасық құмшекер салдым. Кейін барлығын араластырып болған соң салатымыздың дәмін көреміз. Тұзы кем болса, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, дәміне қарай тұзын саласыздар. Тұзын, құмшекерін салып болған соң, шит майымды қыздырып құямын. Ыстық қылып құям. Шит майды құйып болған соң, салатымды жақсылап араластырамын. Барлығы бір келкі болғанша араластырып аламын. Бәрін жақсылап араластырамын, тұзы ерігенше. Араласып болған соң, тағы да салатымның тұзын көремін. Тұзын, дәмін көремін. Егер де кем болып жатса, тұзы тағы да тұз саласыздар.
барлығын араластырып болдым. Менде тұзы кем болды. Тағы да тұз салдым. Тұзын бәрін көрген соң, алдын ала дайындалған банкіме барлығын салып шықтым. Салатымның барлығын банкілеріме салып шықтым. Және суын құйдым. Барлық банкіге бөліп. Мені осылай барлығын салып болдым. Мені түсі де әдемі болып шықты салатымның. Енді алдын ала үлкен кастрюль дайындап, оның астына шүберек немесе сүлгі төсеп, барлық банкілерімді саламын. Және салатымыз салқын болғандықтан салқын су құйдым, немесе сәл жылы су құйсаңыздар болады. Ыстық су құймаңыздар, өйткені банкіміз салқын, жарылып кетеді. Сол себептен салқын су құйыңыздар. Барлық банкілерімді салып болған соң, оттың астын жағып, қаттығып отымды көтеремін. Енді суымның қайнағанын күтем. Суымды банкінің қатты қақпағына жақындатпай су құямын. Суым тез қайнау үшін кастрюльдің қақпағын жауып қойдым. Банкім, кастрюльдегі банкілерім енді барлығын салып болған соң, мен суымның қайнағанын күттім. Жаймен суым қайнап жатыр. Бірақ әлі толық барлық жері қайнаған жоқ. Барлық жері толық қайнаған кезде ғана сағаттарыңызды белгілейсіздер. Барлығы жақсы қайнаған кезде сағаттарыңызды белгілеңіздер. 30 минут қайнатамыз. Менде 1 литрлік банкілер. Мен барлығын 1 литрлік банкіге салдым салаттарымды. Сол себептен 1 литрлік банкіні 30 минут қайнатам. 30 минут өтті. Енді 1 литрлік банкіге жарты шай қасық уксус құям. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша уксусты салатты араластырып жатқанда құйып жіберсеңіздер де болады. Бірақ мен олай жасаған жоқпын. Мен салаттың бетіне ғана құйдым. Сөйтіп барлық банкілерімді жауып алдым. Менде барлығы 1 литрліктен 10 банкі шықты. Және 750 миллилитрлік банкіден біреу шықты. Сонда барлығы 11 банкі шықты. Мені салатымның түсі әдемі және өте дәмді болып шығады. Банкілеріңіздің бәрін жауып болған соң, қақпағын тексеріңіздер. Жақсы жабылған, жабылмағанын тексеріп алыңыздар. Осы рецепт бойынша жапсаңыздар, салаттарыңыздың дәмі өте әдемі болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да
салаттардың түрін салатын боламын. Сау болыңыздар.